Математика сабағы 59 сабақ жиындардың бірігуі және қиылысуы. Бізде бірінші есепте міне А жиыны және В жиыны берген. А жиыны элементтері көк дөңгелек, күлгін үшбұрыш, күлгін дөңгелек және жасыл шаршы. А В жиынының элементтері жасыл шаршы, күлгін тіктөртбұрыш және қызыл тіктөртбұрыш. Енді осы екеуінің бірігуінен шыққан жиынның элементтері бізде күлгін үшбұрыш, жасыл шаршы, күлгін дөңгелек, көк дөңгелек, көк тіктөртбұрыш және қызыл тіктөртбұрыш. Бірінші есептің әсінде бізде С және Е жиындары берген. С жиын элементтері қызыл тіктөртбұрыш, көк тіктөртбұрыш, көк шаршы және күлгін шаршы. Ал Е жиын элементтері бізде қызыл үшбұрыш, көк дөңгелек, жасыл дөңгелек, көк шаршы және күлгін шаршы. Осы екеуінің бірігу нәтижесінде бізде бірігіп тұрған екеуі күлгін шаршы және көк шаршы элементтері екен. Екінші есепте Е және К жиындарының бірігуі мен қиылысуының нәтижесінде шыққан жиындардың элементтерін жаз. Е жиыны 23-тен артық, 28-ден кем сандар жиыны. К жиыны 24-тен артық, 29-дан кем сандар жиыны. Екінші есепте дәптерге біз осы орындаймыз. Мына жерге Е жиынының элементтерін жазамыз, мұнда К жиынының элементтерін жазамыз. Мына жерге біз Е және К жиындарының бірігуі нәтижесі шыққан элементтерді жазамыз, ал мына жерге біз Е және К жиындарының қиылысу элементтерін жазамыз. Үшінші есеп. Менің достарым Қазақстанның көрікті жерлерінде болғандарын айтты. Олардың бірнешеуі Марқакөл көлінде болса, енді бірі Қайыңды көлін тамашалаған. Диаграммалар бойынша өзің сұрақтар ойлап тап, оларға жауап бер дейді. Үшінші есепке мына сұрақтар бойынша жауап жазамыз. Төртінші есепте біз амалдарды орындаймыз. Бесінші есепте бізде шарт есеп берілген. Орманды алқапта 57 емен және 42 қайың ағаштары өсіп тұр. Қайың емен ағаштан қанша кем? Осы есепті құрама есепке айналдыр және оны шығар. Бесінші есептің шартын былай құрастырамыз. Бізде 57 еменнің саны, 42 қайыңның саны және қайың еменнен қаншаға кем дейді. Және бізге осы есепті құрама есепке айналдыру үшін сұрақ құрастырамыз. Біздің сұрағымыз онда барлығы қанша? Шешуін әрмен қарай өзіміз табамыз.